сыпайы, дөрекі, polite, rude, сыпайы болу деген сыйлық алған кезде рахмет деп айту. Ағалап сөйлеу дөрекі және адамдарды еңжіртеді. Кемпелді, шатар, tolerant, narrow-minded, ерке кемпелді болса, достарының тез кезде қоса боқтап, шын жүректен құттықтай аласын. Шытар болу дұрыс емес, жүрегін есігін жаппа. Олай болса сен жұрттағы бар қызықты қырға аласың. Бату, қорқақ, brave, timid, бату бол, барыншыл. Бұл сені күшті және сенімді етеді. Қолынан келмейді деп қорықпа, істен етпейді. Сонда да бату бол, ақырын еренеміз. Мықты, әлсіз, strong, weak, егер пайдалы тамақ жеп және сынықсан, денеміз мықты болады, күшке толады. Егер ауыр қалсақ, ағзамыз әлсірей қалады. Алайда тынығып, демалып, дәрі қабылдасақ, қайтадан күшейеміз. Сараң, generous, stingy, жомарт бол деген ой шығымызды, тәтемерімізді, уақытымызды жақсы көретін адамдармен бөлісу. Егер досың сараң болса, ол ойыншығын саған бермеуі мүмкін. Бірақ сонда да онымен бірге ойнап дос болуға болады. Еңбекқор, жалқау, hardworking, lazy, еңбекқорлық деген бар күшін салып жұмыс істеу, тастамау, берілмеу. Жұмыс қиын болса да. Белсенді болайық, жалқау болмайық, қызықты істермен айналысып, басқаларға көмектесейік. Өзіне сенімді, өзіне сену сөз. confident, unconfident,
бойыңды тік ұста. Сенімді сөйле, ойыңмен бөліс. Сенің пікірің өте маңызды. Басқалар да естісін. Егер өзіне сенімсіз болсаң, сенетпейді. Бәріміз де сөйтеміз. Терең тыныс ал. Тәуекел де баста. Қолынан бәрі келеді. Сабырлы. Шыдамсыз. Patient. Impatient. Сабырлы болу деген тыныштықпен күту. Кейде түге тура келеді. Сәсіда ашуланба. Күткің келмей ме? Дәл қазір ауылдың келтірма. Жоқ, бұл шыдамсыздық. Асықпа. Туған жетпейді. Бұйырған кетпейді. Тәрбиесі. Тәуелді. Independent. Dependent. Дербес болу деген қолынан келетін жұмысты өзің істеп алу. Мысалы, үй тапсырмасын орындау және жоғалған ойыншықты іздеп табу. Ал кей жұмыстар қолымыздан келмейді. Үлкендерге тәуелді боламыз. Мысалы, үйде тұрған заттарды алу немесе ауыр заттарды көтеру. Ақылды. Ерте. Sensible. Childish. Ақылды бала ақылмен таңдау жасайды. Мысалы, суық күнде жылы киім киеді. Денсаулыққа пайдалы тағамды жейді. Ойнап жүріп, бетер шашу және кейін жиналмау дұрыс емес. Бұл еркелік. Бәріміз бірге ойыншықтарды жинайық. Жанашыр. Немқұрайы. Compassionate. Indifferent. Бауырынан жыр қалса, көңіл күйі жоқ болса, оны жұбату керек. Бұл жанашырлық. Немқұрайлы адам мейірімсіз емес. Олар тек ішкі сезімін адамдарға көрсетпейді. Көпшір. Тұйық. Sociable. Introverted. Көпшіл бала басқалармен бөлесіп ойнауды жақсы көреді. Олар ойыншықтарын бөліседі және бірге ойнайды. Тұйық бала өзі жалғыз қалып уақыт өткізгенді жақсы көреді. Мысалы, кітап оқу немесе сурет салу.